Алтын күн аспана, алтындан даласын. Ерліктің дастаны еліме қалашы, ежелден ермеген даңқымыз шықты ғой, намысын бермеген қазағым мықты ғой. Ақтөбе қаласы Қарғалы елді мекенінде бұрын егіс алқабы болған жерден бой көтерген Нұрақтөбе мөлтек ауданымыз күнбе-күн өсіп келеді. Жанымызда биік-биік үйлер, сол үйлердің арасында тұғыры биік туымыз желбіреген біздің білім ордамыз нөмір 60-шы жалпы білім беретін орта мектеп орналасқан. Мен Ізмет Әлинұр 2016-2017 оқу жылында мына тұрған кейін зәулім мектептің 1-ші сыныбының табалдырығын аттаған оқушылардың бірімін. Қазіргі таңда осы білім ордасының 5-ші Б сыныбына көштім. Мектебімізде алғашқы оқу жылынан бастап оқушылар саны өте көп. Соған қарамастан мектеп директоры Тажимишев Абзал Амантайұлы оқушылардың сапалы білім, саналы тәрбие алу үшін барлық жағдайды жасаған. Алғашқы жылы мөлтек ауданымыз бойынша ең үлкен Наурыз тойы аталып өтті. Жоғарғы сынып оқушылары үнемі патриоттық шараларға қатысады. Мен де өз отанымның патриотымын. Жыл сайын жазғы демалысқа шыққанда мектеп жанындағы айналайын лагеріне қатысамын. Мектебімнің лагеріне қатты жақсы көремін. Іргесі берік қаланған еңсесі биік білім ордасы номері 60-шы жалпы білім беретін орта мектеп жемісті жетістіктер мен толағай табыстарға толы. Жеңіс спорт клубының іске қосылуы. Асыл мұра мұражайының ашылуы. Самұрық қазына әуе компаниялар тобының ұйымдастыруымен Ақтөбе облысының орта білім беру ұйымдары арасында өткен Биік терне бірге үздік спорттық жоба байқауында 8 миллион теңгеге ұтысты иелену. Бақытты бала су бұрғағының ашылуы. Осы орайда айта кетелік, Самұрық қазына турист компаниясы ұйымдастыруымен өткен шахмат ойыннан 2-ші орын алып, шахмат кабинеті жабдықтарын ұтып алу.
4 жылдық тарихы бар мектеп оқу тәрбиесі жөнінен көптеген жетістіктерге жетіп отыр. Оның ішінде пәндік олимпиадалар, қалалық, облыстық деңгейде пәндік олимпиададан оқушыларымыз жетістіктерге жетіп, бірінші, екінші, үшінші орындарды және кубокты бермей келе жатқан мектептердің қатарында. Жастардың шығармашылық орталығының ашылуы. В нашей школе очень светлая аура, очень просторная, современная, очень красивая школьная территория. Но это отдельная тема. В нашей школе мы, родители именно, ощущаем, что работаем в одной команде с учителями, с нашими детьми. И это радует, потому что в нашей школе проходят марафоны с родителями. У нас очень хорошо поощряют активных учителей, активных учеников, родителей. Я думаю, это очень большая заслуга нашего руководства во всем этом. И желаю только процветания нашей школе. 4 жылдық тарихы бар жас мектептің осыншалықты жетістіктерге жетуі жас білім ордасы үшін үлкен елеулі нәтиже.